Армысыздар, құрметті жерлестер және аудан қонақтары. Бүгінгі мемлекеттік рәміздер күніне арналған кешімізді тамашалауға қош келдіңіздер. Кез келген мемлекеттің басты рәміздерінің қатарында елдің елтаңбасы әрдайым маңызды орын алады және тұтастай алғанда ел мен мемлекеттік саясат сипатын айрықша белгі болып табылады. Мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Флаг термині. Флаг деген Нидерланд сөзінен шыққан және белгіленген көлем мен түстегі әдетте елтаңба немесе эмблема түрінде бейнеленген. Діңгекке немесе бауға бекітілген мата ұғымын білдіреді. Ту ежелден елдің халқын біріктіру және оны белгілі бір мемлекеттің құрылымға сәйкестендіру міндетін атқарып келеді. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданды. Оның авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн. Оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақышталған. Күн оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Қыран бейнесі көптеген халықтардың елтаңбалары мен туларында ерте кезден бері қолданып келе жатқан басты геральдикалық атрибуттардың бірі. Бұл бейне әдетте биліктің, қырағылық пен мәрттіктің символы ретінде қабылданды. Күн астында қалықтаған бір күн мемлекеттің күш қуатын, оның егемендігі мен тәуелсіздігін, биік мақсаттар мен жарқын болашаққа деген ұмтылысын танытады. Бүркіт бейнесі евразиялық көшпенділердің дүние танымында айрықша орын алады және олардың түсінігінде бостандық пен адалдық, өрлік пен ерлік, қуат пен ниет тазалық тәрізді ұғымдар мен ұштасып жатады. Алтын бүркіт кескіні жас егемен мемлекеттің әлемдік өркениет билігіне деген ұмтылысын көрсетеді. Көгілдір ту бейбіт ашық аспандай, күн шуағын қазағыма шашқандай, қыранымыз қалықтаған биікте асқар шыңға жол көрсетіп ашқандай, ойын өрнек туға көріп береді, ел өнерін жаһан көріп келеді. Сайысқанда өнер білім спорттан, ту соңынан ұл мен қыз келеді. Алдарыңызда көк тудың желбіреген әнімен Айдын Дүйсенов. Қарсы алыңыздар.
Астанада Еркін Қалиев. Алтайдың арасында сарыарқа мен жетісу даласында ұлы қазақ тәуелсіз елің жатыр. Тарихы бар тұнып тұрған барасында арыстандай ақырып аймарыңды, қазақ елі желбіріп байрағыңды, аллам сақта аймағың мен жайлауыңды, бірлігіңді бұзылмас аймағымды. Шайқалмасын мәңгіге жаңғырығым, ел заманы бойыма қойдым көк туымды жүрген ұлы жануламын. Көш бастаған қайратты барысы бар, батыры бар, ақыны арысы бар. Жағаласқан жауына бас имедің, қасыр қазақ елінің намысы бар. Ұлы жүзім, орта жүзім, кіші жүзім, жалғастырып абылайдың салған ізін. Ынтымақпен бірлікпен ғұмыр кешіп, таңдалдырып таңсандырып жеңіл жүзін. Қазағыма сыйлаған тәңір барым, шайқалмасын мәңгіге жаңғырығым. Ел заманы бойыма қойдым арман, көк туымды жүрген ұлы жануламын. Қазағыма сыйлаған тәңір барым, шайқалмасын мәңгіге жаңғырығым. Ел заманы бойыма қойдым арман, көк туымды жүрген ұлы жануламын. Қазағыма сыйлаған тәңір барым, шайқалмасын мәңгіге шаңырағым. Ел таманы бойыма қойдым арман, көк туымды жүрген ұлы жануламын. Ел таманы бойыма қойдым арман, көк туымды жүрген ұлы жануламын. Халқыма әнімен алдарыңызда Дана Аймұхамбетова.
Ерке қыз биімен сахнада сонар би ансамблі. Елтаңба терминінің шығу түркіні неміс тілінен бастау алады. Елтаңба немістің әрбір сөзінен шыққан, ол қазақ тілінде мұра деген мағынаны береді. Ол сол халықтың тарихына тікелей қатысы бар пішіндер мен заттардың айрықша үйлесімінің мирастық ерекшелік белгісі. Рәміздік тұрғыдан Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбаның негізі шаңырақ. Ол елтаңбаның жүрегі, шаңырақ мемлекеттің түп негізі, отбасының бейнесі. Шаңырақ күн шеңбері, айналған күн шеңберінің қозғалыстағы суреті іспетті. Шаңырақ киіз үйдің күмбезі, көшпелі түркілер үшін үйдің, ошақтың, отбасының бейнесі. Түндік таза көк аспан бейнелейді. Үш санды айқұш-ұйқыш келген күлдіреуіштер қазақтың үш жүздің бірлігі, бекемдігін көрсетеді.
Шаңырақтан шыққан уықтар күн арайларын еске салады. Бес бұрышты жұлдыз ел таңбаның тәжі іспетті. Әрбір адамның жол нұсқайтын жарық жұлдызы бар. Тұлпар, дала бүлдірі, ер азаматтың сәйгүлігі, желдей ескен жүйрік ат. Жеңіске деген жасымас жігердің, қажымас қайраттың, мұқалмас қажырдың тәуелсіздікке, бостандыққа ұмтылған құлшыныстың бейнесі. Қанатты тұлпар, қазақ поэзиясындағы кең таралған бейне. Ол ұшқыр арманның, саңғаған таң ғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл мұраттың, жақсылыққа құштарлықтың кейпі. Қанатты тұлпар уақыт пен кеңістікті біріктіреді. Ол өлмес өмірдің бейнесі. Бір шаңырақтың астында тату тәтті өмір сүретін Қазақстан халқының өсіп өркендеуін, рухани байлығын, сан сырлы, алуан қырлы бет бейнесін паш етеді. Төменде таспа белгісінде ірі әріппен Қазақстан деген жазуы бар. Егемен Қазақстанның бүгінгі ел таңбасы екі танымал суретші Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі болып табылады. Қатар шапқан қос тұлпар, ай астында қазақ үй, қалықтаған жас сұңқар, шарықтаған таза күй. Бұл таңбасы елімнің, елдігімнің белгісі. Мұнда да бар ерлігім, мұнда да бар жер күші. Қара шаңырақ ел күні, асқақтатып тұр мұны. Ел таңбасы елдігім, елдің тыныш тірлігі. Алдарыңызда Алаш Жыраны әнімен Нұрбол Керубай. Қарсы алыңыздар.
астында күнсің кешесің дейміз енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз алашу астында күнсің кешесің дейміз енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз алашу астында күнсің кешесің дейміз енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз алашу астында күнсің кешесің дейміз енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз Берекем Әлімен, сахнада Толқын Әлеш. Әлімен, сахнада ғұмыр тобы. Бозылмасын қайнағын, құламасын байрағын, көкте тулайды қаным. Қазақ деген мен едім, қазыналы ел едім, текті барым жаным. Қырағы қыраймын ба, туған ел.
шалам қасіретте мен сендегі ән аламын қасиетті туған елім. Тәнім сүйгім атайдан бал кетпесін таңдайдан елім көп болғандама әр таптасың өлеңім айтарым көп берем болшы алғаша қолдырдан көктегі арна дедім көкіріп ойдан қасиеттейін ағекеңді ең жайлау атпағайдың жер қойнау жерім сені сүйем ол жанды ойланғаныма туған ел. Айды жолды басып өткен туған елім ақ биелі басып өткен туған елім сақташалған қасіретте мен сендегі әр аламын қасиетте туған елім таңғы жолды басып өткен туған елім ақ биелі басып өткен туған елім сақташалған қасіретте мен сендегі әр аламын қасиетте туған елім. Қазақстан елім әнімен сахнада Дарын Шаяхметов.
Мемлекеттік рәміздер туралы Конституциялық заңда Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ республика аумағындағы тұлғалар Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге тиіс деп белгіленген. Бүгін ерекше күн. Мемлекеттік рәміз елдігінің белгісі, тәуелсіздіктің нышаны. Мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері саналады. 1992 жылы республикамыз әнұранның әні мен мәтініне конкурс жарияланды. Тұңғыш Қазақстан әннің авторы Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский мен Латиф Хамиди. 2006 жылғы қаңтардың 6-сында Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні Қазақстан Республикасының жаңа әнұраны болып бекітілді. Осымен рәміздер күніне арналған кешіміз аяқталды. Отанымыз тұғырлы, тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын. Қош сау болыңыздар.